енді Мұхтар тану деген, Әуезов тану бұл енді бір ұлан ғайыр ғылым ғой, енді оның шет шегін бәрін айқындаудың өзі өте қиын, сондай дамып кеткен ғылымның бір саласы. Енді Мұхтар тану, мен айтар едім, Абай танумен қатар дамып кеткен, қанаттасып келе жатқан бір ғылымның саласы деуге болады. Жалпы Мұхтар тануда қазір зерттелмеген бір тақырып табу, бір саланы табу, бір тың нәрселер табудың өзі қазір оңай емес. Неге? Өйткені бұл жетілген бір қатты бір дамып жатқан саланың бірі. Кішкене шолу ретінде айтсам, не істелді дегенде істелген нәрсе өте көп. Соның ішінде мен бірді-екілі ірі дүниелерді ғана айтып кетіп, ары қарай кішкене бір нақты бір мәселелерге ойыссам деймін. Ең бірінші менің өзім әдебиет танушы ретінде менің айтарым, енді Мұхтар Әуезовпен айналысып жүрген сол әдебиет танушыларының бір ретінде айтарым. Сол әрине Мұхтар танудың қазіргі шыңы ол сол Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының шығарған 50 томдығын айтуымыз керек. Бұл енді үлкен дүние, жетістік, ол енді қазақ әдебиетінде бұрын соңды болмаған дүние. Бұған ешқандай талас, ешқандай нәрсе жоқ. Екінші, бұл енді бүкіл шығармашылығын жинау ғой, бұның өзі үлкен мәселе. Екінші, мысалы мынау Тұрсын Жұртбай деген жазушымыздың мынау биографиялық тұрғыдан айтар едім. Биографиялық тұрғыдан. Мына кезінде ол кісінің бір қатты ұтқан жері бар. Мынау көзі тірі, Әуезовті көрген, Абайды көрген адамдардан естелік алумен өте құнды материал жинап, соның нәтижесінде мысалы Бесігін түзе, Талқы деген еңбектері өте бір мынау Әуезовтің нақты адам ретінде мынау өмірінде әрбір сәтін сондай бере білді деуге болады. Өте құнды дүниенің бірі деп айтамын. Ал енді одан кейін енді бұны жинау бар, томдарды шығару бар, енді кез келген ғалымда, кез келген ұлтылған енді оны зерттеу бар ғой. Оның мәніне, мазмұнына бару керек деген мәселе бар. Бұл өте қиын нәрсе. Осы тұрғыдан мен өзім ұстазым, филологиядан доктор профессор Мекемтас Мырзахметұлын ерекше айтқым келеді. Ол кісі өзі сол кезінде Әуезов мұражайында 20 жылдай өмірін берген. Мынау жаңағы айттық 50 томдықты айтып отырмыз ғой, сол 50 томдықтың басында осы тұрған адамдардың бірі осы Мекемтас Мырзахметұлы. Ол қалайша? Ол кісі сол алғашқы кезде мынау 12 том, 20 томдықтар шыққан, білеміз біз. Сол 20 томдықтың түсініктерін жазып, комментарийін жазып, соның басы қасында болған тұлғаның бірі. Қазіргі 50 томдықта сол 20 томдықтардың фундаменті негізінде шықты десе мен қателесе қоймаспын. Осылай бола тұра Мекемтас Мырзахметұлының өзі бүкіл шығармашылығын Мұхтар тану сол Әуезов мұражайынан бастаған. Сол жердегі 500-ден астам папканың бәрін ол кісі қарап шыққан тұлғалардың бірі. Соның нәтижесінде Мырзахметұлының шығармашылығындағы мынау ғылыми өміріндегі ең бір құнды еңбектердің бірі деп мен Абай танудан жарияланбаған материалдар деген еңбегін айтқым келеді. Міне осы жерде Абай туралы жарияланбаған материалдар, бұның бәрін қайдан алды? Бұның бәрі Әуезовтің жаңағы жазбалары, сызбалары, бұрын соңды сол жаңағы Мекемтас ағай шығарғанға шейін ештерде жарық көрмеген дүниелер өте құнды. 100-ден астам бұл жерде құжаттар шыққан, материалдар шыққан. Соның ішінде ол кісі өзі өте құнды дүниелер тауып, өзі болашақта мынау жаңағы докторлық диссертациясына бағыт алған деуге болады. Сондықтан да ол кісінің жаңағы 80-ші жылдардың басында шыққан Мұхтар Әуезов және Абай тану проблемалар деген докторлық диссертациясы мысалға өте құнды дүние ғой қазір мысалға. Міне сол дүниенің негізі осы жаңағы мұражайда тапқан бұл кісінің сол құжаттарға, сол жазбалардан негіз алады деп айтсақ қателеспейміз. Енді қазіргі кезде Әуезовті зерттеп жатқандар көп, айтылып жатқан мәселелер көп. Соның ішінде мына біздің Мұхтар тану Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіндегі Мұхтар тану орталығы да біздің ашылғанымызға көп болған жоқ. 5-6 жылдың төңірегінде біз де біраз еңбектер жасап жатырмыз. Мынау менің алдымда жатқан мына кітап мысалға Әуезовтің оңтүстікке сапар деген ғылыми жинақ. Осы біздің өзіміздің төл еңбегіміз. Бұл жинаққа біз қалай келдік? Осы орталық ашқан кезде Әуезовтің қай тұсынан зерттесек те біз ақылдастық. Одан кейін жаңағы басқа да әріптестермен ақылдаса келе алдында да біз көп осы материалдарды көріп жүргенбіз, және осы тақырыптың әлі бір жинақталмаған, бір сараланбаған сондай жағдайда екенін байқадық. Сөйтіп қалай да бір осындай бір дүние жазу керек екенін түйсіндік. Содан жаңағы бұл жерде біз Әуезовтің оңтүстікке жаңағы сапар деген еңбекте естеліктер жинадық, құжаттар, бұрын жарияланбаған фотосуреттер, жаңағыдай күнделіктерін жинақтап осындай дүние құрастырдық. Енді Әуезовтің оңтүстікке сапары деген ол не? Ол қандай мәселе? Әуезовтің өмірінің соңында сол 59-61 жылдардың аралығында оңтүстікке Әуезов
5 рет ғылыми сапармен келген. Бұл жай сапар емес, қыдырып келу, саяхаттау емес, ғылыми сапармен саналы түрде келген. Мақсат біреу-ақ, мақсат нақты болған. Әуезов білеміз енді өмір бойы өткен тарихты жазған. Абай жолының өзінде 20 жыл уақыты кетті. Және сол ол кісінің артықшылығы да болды. Одан кейін дәл сол осы жағдайда ол кісі қатысын алған. Өмір бойы ол кісінің соңынан қалмаған айыптау. Әуезов тек өткенді жазады, бүгінгі заманды қарамайды, менсінбейді. Яғни советтік дәуірді айтқысы жазғысы келмейді деген. Міне бір жағынан осы мәселе бар. Соны мүлде жоққа шығару үшін Әуезов сол 59 жылдардың аяғында дәл осы бүгінгі сол кеңестік дәуірде қалай өмір болып жатыр Қазақстанда, содан осы бүгінгі заманнан роман жазбақшы болып, соған мынау объект ретінде осы оңтүстік Қазақстанды таңдайды. Міне осы жерде бір мәселелер шығады. Дұрыс, осы заманнан Әуезов жазу керек деген тұжырымға келсін, бірақ неге оңтүстікті таңдайды? Қазақстанда басқа аймақтар жетіп жатыр мысалға, бірақ біз бұл мәселені тереңірек кейін түсіне бастадық. Сөйтсек, бұл кездейсоқ емес. Біріншіден, оңтүстік өңірі Әуезовтің ата бабасының ата мекен жері. Осы жерде енді мынау қазақта қожа деген ру бар. Бақшайыш қожалар дейді. Әуезов сол бақшайыш қожалардан жатады. Сол бақшайыш қожалардың біз анау зерттеу еңбектеріне қарасақ, мынау оңтүстік, соның ішінде Түркістан, Созақ, Шаян жерлерде сол бақшайыш қожалардың бір бұрыннан жиі тығыз орналасқан жер екен. Әуезов осының бәрін жақсы білген, енді ол кезде шежірені қопарып зерттейтін заман емес. Әуезов бұл мәселеден қашыңқырап жүрген. Бірақ бірінші жағынан шығармашылық тағы да бір өрлеу ретінде бір дүниелер жазу, екінші жағынан ата баба жеріне келуді ол кісі көздегенде біз көзіміз жетіп отыр. Оған түрлі естеліктер, дәлел. Мысалы, біз қазір осы университеттің 80 жылдығына орай мысалға мынау Әуезовтің оңтүстікке сапар деген осы кітаптың негізінде деректі фильм түсіріп жатқан кезде осы Әуезов болған жерлердің оңтүстіктегі барлық жерінде барлығын демесем де 70-80% жерді араладық. Сонда осы материалдар жинаған кезде таңғалғанымыз, Әуезовтің оңтүстік өңірінде табаны тимеген жер қалмаған екен. Шаян, Созақ, Түркістан, Жетісай, Қазығұрт барлық жерін аралаған, материал жинаған, күнделіктер жүргізіп отырған. Ол күнделіктер қазір мына 50 томдықта жарыққа да шықты. Соның ішінде ең ол кісінің көп болған жерлері, ең бір махаббатпен қайта-қайта соққан бір жерлері бар. Ол мына Ордабастағы, Отырар жақтағы Арыстанбап, одан кейін Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болса, одан кейін мынау Бабата деген жердегі Ысқақбап деген жаңағы сол кісінің жаңағы күмбезі. Сол Ысқақбап ауылында біз болдық, сол жерде адамдармен кездестік. Сол жерде ол кісілер айтты, Әуезовтің жаңағы Ысқақбапқа 2 рет келгендігі, оған қалай зиярат еткендігін бәрін айтып берді. Бұл енді іштерде жарияланбаған нәрсе. Сол жерге кіріп, дұғасын жасап, Құран оқығаннан кейін кәдімгі бала сияқты, кәдімгі ішіне кіріп, ол кісі аунайды жаңағындай, ары бері, кәдімгі бір бала әкесінің үйін сағынып бір алыстан келеді ғой, сонда қандай бір рахаттанады, дәл сондай күйге түсті деп, соны көрген басында болған адамдар бізге естеліктер, құнды естеліктерін айтып берді. Демек, бұның бәрі жай таңдау болмаған, өзінің сол ата баба жерін арнайы ол кезде келу де қиын, тіпті ол кезде зиярат жасау, Құран оқудың өзі үлкен қатаң түрде партияның бақылауындағы тыйым салынған кездер. Міне соған қарамастан Әуезов осындай тәсілмен сол жерлерге келген. Енді оңтүстік сапарында деген кезде 5 рет келген, бұны алғаш рет осы 5 рет келген осы ғылыми сапарды жинақтаған ғалымдардың бірі атақты мұхтартанушы Керімбек Сыздықов деген профессор. Ол кісі осыған арнайы біраз мақалалар жазған, бірақ енді бір монография жазып кетті, ол кісі үлгермеген болу керек. Соның ішінде сол кісі айтады, мынау оңтүстікке сапар деген бұл тек Шымкент төңірегімен шектелмейді, бұл жаңағы оған Ташкент қаласы да кіреді. Ташкент деген жалпы Әуезовтің шығармашылығындағы мынау шығармашылық кезеңдер десек, бұл өзі бір толық әлі жүйеленген деп айта алмаймыз. Бізде осы мәселе тақырып біздің зерттеу нысанымызда, осыны біз зерттеу үшін жасап жатырмыз. Ташкент өте маңызды. Ташкентте Әуезов 1922 жылы келіп Орта Азия университетін, САГУ университетіне оқуға түседі. Бір жылдан кейін ол Ленинградқа, сол жердегі жаңағы Түркістан үкіметінің тұраш ұлттардың жәрдемімен, жолдамасымен Санкт-Петербург университетке кеткенін білеміз. Сол Ленинградта 5 жыл оқығаннан кейін 28 жыл қайтадан келіп, Ташкентке келіп, қайтадан оралып, сол САГУ-дың аспирантурасына түседі. Міне осы жерде ол кісі таза ғылыми шығармашылықпен айналысады, Манас жайлы зерттеуін бастайды. Былайша айтқан кезде Ташкент пен Әуезовке өте үлкен байланыстар болған. Одан кейін Тұрағұлұлы Жебірейілмен осы Ташкентте бірге жүрген.
Тұрағұлдың баласы Жебірейіл ол Әуезовтің үлкен досы болған. Бұл туралы енді біраз естеліктерде жақсы айтылған. Болашағынан зор үміт күттіретін Абайдың үлкен теңдессіз бір талантты ұрпағы болған. Оқшының қазір мінекей енді сүйреті де табылып жатыр. Біз де осы мына оңтүстік сапарда сол Жебірейілдің сүйретін қойып жатырмыз. Өкінішке орай сол 30 жыл ол кісі сол Ташкентте қайтыс болып кеткен, өкінішке орай өмірі қысқа болып. Міне осы одан кейін осы мәселенің бәрін Ташкентке қатысты, Әуезовтің жаңағы айтқан Түркістанға, Отарға қатысты көптеген бізде еңбектер жазылған, естеліктер жазылған, бірақ ол көпшілікке белгісіз болып жатқан жағдай бар. Осылардың бәрін жинақтап, біз жаңағы мына жинаққа кіргізіп, әрқайсысына сол адамдар кімдер олар жазған, олар қалай жазған, көбісі сол Әуезовтің жанында сол жүрген, үлкен бір сапарын, сол 5 сапардың 2-ші сапарында Әуезов мысалға 1 ай бойы тынбай жүрген. Сол жер жанында мысалға Әділбай Омаров деген ағамыз бар. Сол кісі мынау оңтүстік Қазақстан газетінің сол кезде бас редактор болған. 30 күнде жаңағы тізбелеп тұрып, әр күнін, әр сағатын жазып кеткен. Өте құнды материалдар бар. Асыл-арман деген кітап шыққан. Осы жерде бір нәрсені айта кетейін. Сол күнделігінде біз құнды бір дерекке тап болдық. Ол жерде айтады, мысалы мынау Кенчек тау деген Қаратауда тау бар. Сол жерде Әуезов бір күн түнеген, сол жерде бір керемет жер, өзі бір табиғаты да жақсы. Сол жерде олар бір күн түнеген. Сонда кешке бір рахаттанып отырған кезде Әуезов айтты дейді, Мұқан айтты дейді бізге, менің Бердіқожа деген атам Түркістан мешітінде наиб имам болған деп, наиб имам болып істеген деп айтты дейді. Мұны қарап тұрсаңыз, бір-ақ ауыз сөз өте құнды дерек мынау. Қазіргі кезде Әуезовтің осы жаңағы ата-бабалар осы жерден шыққан деп отырмыз ғой. Бұған енді жай айтылып қойған жоқ, бұл енді үлкен зерттеу нысанына айналды. Мысалы, соңғы кезде мына бір-ақ кітапты айтайын, мен өте ғажап кітаптар шықты. Сейд Омар Саттаров деген ағамыз бар, өткенде біз ол кісіге жолықтық, үйінде болдық, архивімен таныстырды. Әуезовтің ата тегі деген мынандай керемет кітап жазды. Осы кісі айлап жатып семейде бұл кісі жаңағы Әуезовтің жаңағы ол кісінің өзі қожаның шежіресін зерттеуші адам. Сол жерде зерттеген көп мәселелердің басын ашқан осы жерде. Мысалға әр деректерде әртүрлі айтады. Осы жаңағы бір деректерде айтады, Құнанбай Әуезовтің жаңағы атасы Бердіқожаны алып кеткен дейді. Бір деректерде Найман Ақтайлақ биі оларды көшірген деген әртүрлі деректер бар. Соған осы жерде нүкте қояды. Нүкте қойған кезде бұл айтылған мәселе әртүрлі пікірлер, бірақ бәрі дұрыс. Қалайша дұрыс болады. Шын мәнісінде Бердіқожа, Әуезовтің атасы Бердіқожамен сол арқаға, Сарыарқаға апарған бұл жаңағы Байғара, Ақтайлақ билер екені рас. Бірақ олар барған кезде, көшіп барған кезде, мысалы қазіргі Бөрліге, Әуезовтің туған жері Жидебайға бармаған, Аягөз деген жерде болған. Сөйтіп біраз уақыттан кейін, сол Аягөзге бұлар жайғасқаннан кейін, Құнанбай Аягөзден оларды, қожаларды, Әуезовтің ата-бабаларын Жидебайға көшіріп әкелген. Міне содан бастап бұл жерде осы Әуезов бастаған қожалармен, Бердіқожа бастаған қожалармен Құнанбай әулеті тығыз байланыста болып, кейін олар қаншама құдандалы жекжатты болған, 15 рет сол семья бұл жерде некелескен деген деректер бар. Сөйтіп тығыз байланысты болып араласқан. Міне сондықтан да осы мына еңбекте осы мәселе өте жақсы айтылып, керемет мәселелер шешім табады. Одан кейін осы салада тағы бір Әшірбек Мумин деген шығыстанушы ғалым бар, родословный дерево Мұхтар Әуезов деген мына не жазып шықты. Бұл жерде Сейд Омар Саттаров жаңағы Әуезовтің жаңағы ата-бабаларын санамлап тұрып, шежірелік жаңағы тәсілмен жазатын болса, Муминов бұл үлкен ғалым, теоретик ретінде жалпы қожа деген кімдер, қожалар Қазақстанға біздің түрік жеріне қалай келген деген фундаменталды мәселелерді осы кітабында қарастырып, керемет деректер келтіріп, керемет тұжырымдар жасайды. Міне осындай бағытта еңбектер болып жатыр. Бұл кісілермен біз тығыз байланыстамыз, бұл авторлармен. Біз де осы салада зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы Әуезовтің сапарында жаңағы тағы бір айтып кететін нәрсе, Ташкентте қалдық. Сол жерде мысалға бір құнды дүние бар. Ол жерде жаңағы сол жерде бір қазір атын ұмытып тұрмын, бір ғалым әйел болған, сол кісімен Әуезов қатынаста болып, араларында үлкен 500-ге жуық хат сақталған. Бірақ өкінішке орай мұхтартану ғылымы ғалымдардың қолына бұл хаттар қазір түспей отыр. Жақында біз сұрастырып білдік, ол кісілер Ташкенттен көшіп кетіп, енді ол кісі жоқ, ұрпақтары сол Москваға кетіп қалған деп естік. Сол хаттарды бір күні қолға түссе, мұхтартану ғылымы үлкен бір мәліметтермен толығар еді деген ойдамыз.
Ал енді тағы да енді жеке басыма келіп айтатын болсам, мен өзім соңғы кезде Әуезовтің мынау Ташкентте отырмыз. Ташкенттің өте құнды болатын себебі Әуезов сол жерде тұңғыш өзінің қазақ әдебиет тарихында қазақ әдебиетінің тарихы деген монографиясын жазған 28 жылы Ташкентте басылып шыққан. Бірақ шыққан кезде ол белгілі ол жаңағындай Литоның жаңағы несімен жаңағындай оны жойылып жіберген, кейін бір данасы әйтеуір зорға қалып бізге қазір жетіп отыр. Ол 90-шы жылдарда толық вариантын тұңғыш рет сол біздің ұстазымыз профессор Мехмедас Мырзахметов шығарған болатын. 7-8 баспа табақтармен еңбек жазып отырмын. Құда қаласа ол жарық көреді деп күтіп отырмыз. Жарыққа шығып қалатын шығар. Сол жерде Әуезовтің қазақ әдебиет тарихын сол қазіргі қазақ әдебиеті проблемалары контекстінде қарастырып, соған байланыстыра отырып, Әуезов бұл жерде не берді, қандай мәселелерді анықтады, қандай болашаққа жаңағындай мәселелер қозғады деген мәселемен қарастырып қарадым. Менің өз ойымда көп мәселелерге мен жолықтым. Соның ішінде Әуезовтің бір концепциясы маған қатты ұнады. Қазақ әдебиет тарихымыз қазір әртүрлі бөліктерге бөліп жатырмыз. Қазақ әдебиет тарихында айтылатын проблемалар өте көп. Осы 2018 жылы Егемен Қазақстанда менің Мұхтар Әуезов және кеңестік дәуірде қазақ әдебиеті деген мақалам шыққан. Сол жерде бір мәселелерді көтерген болатынмын. Кеңестік дәуірдегі мына біз қазір дәуірлеудің өзін 5-6 бағытқа мен қарастырғанмын. Ұлттық жаңағы социалдық бағыт деп, ұлттық либералдық бағыт мына алашордалықтар, одан кейін ұлттық діни бағыт болған, одан кейін мысалы мынау кеңестік дәуірде иммиграциялық әдебиет болған, мысалға 40-шы жылдарда, 30-шы жылдарда біз иммиграциялық әдебиет әлі толық зерттелмей жатыр. Одан кейін жаңағы 60-шы жылдардағы әдебиет. Міне осы 5 бағыттың бәріне қарап отырсақ, Әуезовтің тікелей қатысы бар екен. Бұл жерде үлкен мәселелер бар. Әуезовтің мысалға біз қазір айтылып жатады, жалпы социализм енді ол кезде билік құрды. Социализм тәсіліне бой ұрмай, оған қосылмай, басқаша әдіспен жазған ақын жазушы болған жоқ. Ленинді жырламаған ешкім болған жоқ, Марксті жырламаған ешкім болған жоқ. Бірақ сөйте отырып, бұл жерде күрделі мәселелер бар. Әуезов жаңағы алқаны мағжандар шығарған қолдаған рас. Сол жаңағы кеңестік цензураға әлі күшеймей тұрған кезінде сол бағытта жазған рас. Мысалға ол жаңағы қорғансыздың күнінде оқыған азаматты да, Қараш-Қараш оқиғасында, одан кейін қилы заманды да таза сол жаңағы ұлттық бір сол либералдық бағытта жазды деуге болады. Бірақ 30 жылдан кейін жағдай күрт өзгерді, белгілі. Сол кезде Әуезов өзі қандай неге көшті? Енді социализмдік бағытты ұстанған болып көрінеді жалпы. Біз өзімде солай ойлаған кездерім болған. Кейінірек біраз зерттеулерге қараған кезде мен қазір көзқарасым өзгеріп жүр. Әуезов сол бәрібір тек сырттай ғана сол методты алған сияқты көрінеді, бірақ ішіне мазмұнына барған кезде өз несін сақтап қалған. Мысалға, осы Әуезовтің сол жаңағы Абай жолында сол 2-ші томда болу керек, бір исламды қатты бір қаралап айтатындай жері бар. Сөйтіп қарасақ, ол жерде үлкен терең мәселелер бар екен. Соны мен толық түсініксіздеу, соны кейін анық түсіндім. Оны мына Ақын аға деген роман шыққан Әуезовтің 50-ші жылдары. Соның мәтіні мен сол эпизод салыстырғанда екеуі аспан мен жерде айырмашылық бар екен. Сол жерде исламды қаралау емес, исламды қайта нықтап, арқа сүйейтін сондай бір тірек ретінде ашық айтады Ақын аға романында. Ал енді кейін 50-ші жылдар қатты қысымнан кейін мен анық түсіндім, бұны Әуезов біраз өзгертіп, жұмсартып, солай беруге мәжбүр болған екен. Ал енді шын ойы жаңа Ақын ағада тұр екен. Міне осындай мәселелер өте көп. Одан кейін осы кітапты жаңа айтайын деген үлкен концепция. Әуезов қазақ әдебиет тарихын, 2000 жылдық әдебиет тарихын ол кісі біліп отыр, екі-ақ кезеңге бөледі. Жаңағы Байтұрсыновта да бар. Байтұрсыновта осылай бөлген. Байтұрсыновта діндар дәуірі әдебиеті дейді, сындар дәуірі. Сындар дәуірі деген 20 ғасырдың басынан бастап, ал енді оған дейінгі дәуірдің бәрі бізде бірақ дәуір ол, діндар дәуірі әдебиеті. Енді оның ішінде бір бағыттар деген ол басқа мәселе, мысалға зар заман ақындары деген сияқты. Ал бірақ таңғалғаным, енді әдебиет танығышпен Байтұрсыновтың әдебиет танығышпен Әуезовтің қазақ әдебиетінің тарихы екеуі бір мезетте шығып отыр деуге болады. Бірақ екеуінің ұстаным екеуі өте ұқсас болып тұр. Әуезов осы дін дәуірлеген кезең деп айтады да, екіншісін сол жаңағы сыни рационалдық бағыттағы әдебиет деп екіге бөлетін бар. Бұл мәселе үлкен. Осыған қарасты мен өзімнің жаңағы кішкене соны ары қарастырып дамытып,
осы екі бөлікте мен бұл енді концепциялық бөлініс деп айтуға болады. Бұл жаңағындай хронологиялық бізде көбінесе қазір хронологиялық тұрғыдан бөліп кете береміз ғой. Бұл да керек, бірақ әдебиеттің түп мәнін ашу үшін бұл жеткіліксіз. Сондықтан концепциялық осы Байтұрсыновтың, Әуезовтің осы тәсілдерін біз жақсы қолдануымыз керек. Мен соны қолданып біраз тұжырымдар жасадым. Соны мен үшке бөлдім. Мифологиялық кезең, одан кейін исламның келген кезеңі, одан кейін мысалға рационалистік кезең деген сияқты осындай үш үлкен бөлікке бөлсек, біздің әдебиетіміз толық көрініс табатын сияқты, көрініс беретін сияқты. Ал енді қазір тәуелсіздік алғаннан кейін біздің әдебиетіміз қайтадан енді өзінің шыққан тегін іздеп жатыр. Сондықтан да бұл жерде әдебиет тарихы мәселесінде біздің қандай бағытта кететініміз, қалай дамитынымыз мәселелер ол енді біздің қазіргі ұрпақтың қолында, қазіргі әдебиет төңірегінде жүрген біздің жалпы әдебиет деген қоғамның, халықтың түсінігінің айнасы ғой. Сол айна сол қалай пайда болады, қай бағытқа жүреміз, ол сол кезде белгілі болады. Бірақ осы 2000 жылға шейінгі осы кезең, осы үш кезеңнің аясында деп мен айтқым келеді.